Так, құрметті оқырмандар, көптен бері мынау обзор қазақша Ничан туралы түсірем деген сол естен шыққан жоқ. Енді былайша уақыт болмай жүрді. Енді уақыт мынау келіп тұр екен. Сол айтайын деп жатқан, Алла бұйыртса, Ничантан қалай келуге болады, қандай самолеттер жүреді, одан кейін қалай барып демалуға болады, сол туралы айтып өтейін деген қысқаша. Ничан қаласында 500 мың адам тұрады, 500 мың примерно турист болады. Бізге прямой рейс Алматыдан и Астанадан ұшады. Егер өздеріңіз келетін болсаңыздар, турагентстводан келсеңіздер, турагентство чартер рейспен келесіздер. Доллар жөнінен айтайын деп жатқаным, орта есеппен теңгемен вьетнамский донты бөлген кезде 50-ге 1 болады. Олардың ақшасын аласыздар, соны 50-ге бөлесіздер, сол теңге шығып отырады. Ақша ауыстыру мәселесіне болатын болса, майда ақшаларыңыз болатын болса, азғандай долларды сол жерден аэропорттан ауыстырыңыздар. Сол жерде бәрі қымбаттау болады. То есть доллар арзан жүреді, қалада қымбаттау болады. Ал не жөнінен айтатын болсам, трансфер. Егер сіздер тур компаниямен келсеңіздер, трансфер болады, онда ол сіздер қажет жоқ. Егер де өздеріңіз келетін болсаңыздар, онда такси өте қымбат болады, 30-35 доллар. Сол жерде автобус 4 доллар тұрады, 18 нөмір автобус. Соман еместер, соман барсаңыздар 4 доллармен жетесіздер. И қай жерге демалу мәселесі, қай жерден тамақ жеу керек, сол туралы айта кетейін дегенім. Негізі туристік қала ғой. Ол жерде орыс көбісі орысша сөйлейді, бірақ ақша ауыстыратын кезде ішіне Сокровища Ангора деген бар. Ол жерде Галина деген отель бар, Галина отель. Сол Галина отельдің қасында Сокровища Ангора деген бар. Сол жерде ең қымбат долларды алады, сол жерге кіресіздер. Басқа жерде грубо 24.500 болса, ол 24.550 всегда қымбат алады. Сол жерден баруға естен шықпаңыздар, ақша ауыстыру мәселесі болса. Тамақ жеу мәселесіне болатын болса, енді көбісі жаңағы алкоголь жақсы көретін орысшалау жер болатын болса, онда Москва деген отельге барасыздар. Москва деген отель дейтін. Москва деген ресторан. Түнгі азанғы сағат 8-ден бастап, түнгі 11:30-ға дейін 12:30-ға істейді. Всегда ол жерде арзан тамақ, әсіресе алкоголь ішетін азаматтарға алкоголь арзан. Сол жерден барып тамақтансаңыздар болады. Тамақтары өте әдемі, дәмді, и адам толы. Әсіресе орыстар, Россиядан келген ағайындар көп. Егер де халалдау тамақ жеймін, өзіміздің өзбектің тамағын жақсы көремін дейтін болсаңыздар, онда ар жақта Узбечка деген ресторан бар. Соған барасыздар. Енді мен тек қана местный тамақ жеймін дейтін болсаңыздар, онда 3-ші ряд, 4-ші ряд бар, сол жақта тек қана местный тамақ сатады. Ол именно сол вьетнамдар сол жерден барып тамақтанады. 1-ші, 2-ші, 3-ші ряд ол турист деп айтылады. Туристический ряд. Сіздер 4-ші рядтан бастап ары қарай барсаңыздар, ол жерде местный тамақтар. И сол арзан болады местный тамақтар. Ну, национальный тамақтар фобо, астанадан барған фобоны жейміз. Где-то бір 2 доллардан 5 доллардың арасында. Ал басқа тамақтар туралы айтатын болсам, средний чек бір адамға алкогольмен Москвада орта есеппен бір 5 доллар шығады. Сыра енді где-то біздің ақшаға где-то бір 160 теңгеге айланады, бір бутылка сыра. Так тамақтар өте арзан. 5 доллар, 10 доллар болсаңыз, келіншек екеуміз сыра ішіп, тамақ тойып қайтасыз. Ал не жөнінен айтатын болсақ, Узбечканың сәл несі қымбаттау тамағы. Неге десеңіз, енді ол жерде өзіміздің мұсылманша тамақ жасайды. Ол жерде сыра, сыра да бар, бірақ ішінде сәл қымбаттау болады. Так, демалыс орнынан болатын болса, баруға жөнінен болатын болса, асылынан шет жағында, оң жақта, сол жақта туроператорлар сатып отыр. Сол жерден барып алсаңыздар болады. Біз асылынан бізге ұнаған Далат деген жерге барғанбыз. Далат. Ол жерде енді где-то бір азанда кетесіздер, кешке бірақ келесіздер. Ол жоғары шығады, жоғарыға алып барады. Голландский розалар сол жақта өседі. Осы табиғат керемет. Бізде мысалы көбісі ойлайды, тау жер жақсы деп. Шымкенттің азаматтар тауға шығады. Сол жақта ол Вьетнам азаматтар сол тауға шығады. Сол жерді көруге стоит. Ең керемет жақсыларды жердің бірлері. Так, тағы айтатын нәрселер не қалды? Так, Вьетнам халқы өте жақсы халық, айқай-шу жоқ. Одан кейін пляжға кірген кезде алкоголь анамына бәрін іше беруге болады. Ешқандай запрет жоқ. Самый главный, өздеріңіз айқайласып, ешкім төбелеспеңіздер, ешкім тимейді. Қазір біз түсіріп отқан жеріміз бұл Бали. Енді Алла бұйыртса, құдай қаласа Филиппинге жол артайын деп жатырмыз. Филиппинге барған туралы, Бали туралы тағы да обзор саламыз. Так что тағы да сұрақтарыңыз болса менің комментарийға жазыңыздар. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар. Тек қана жақсылықта аманшылықта кездесейік. Менен жақсы обзор күтіңіздер. Обзорға жаза кетемін. Китай, жоқ, Вьетнам, Ничан, и астына жаза кетем қазақша деп. Қазақша түсінбейтін, орысшаға қиналып жүрген азаматтар болса, қазақша түсіндіремін. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, мен ютубқа саламын. Қош сау, аман болыңыздар.